Соңғы эпизодта 29 сұраққа жеттік. Алла қаласа 2 сұрақ қалды, содан кейін дүниежүзі тарихы аяқталады, тест талдауымыз. 29 сұрақ қалай не деп тұр? 1949 жылы Еуропада құрылған мемлекет немесе мемлекеттер. Көп жауапты сұрақ. А жауап: Словак республикасы, Герман демократиялық республикасы, Болгар халық республикасы, Поляк халық республикасы, Хорватия республикасы, Швейцария республикасы, Герман федеративті республикасы, Түркия республикасы. Енді мына жерде екі Герман мемлекеттері, ол туралы қазір түсіндіретін боламыз. Неліктен екі түрлі, яғни демократия және федеративті республикасы жазылғанда туралы. Енді жеке мемлекеттерге тоқталайық, және қай уақытта құрылды, қай уақытта тәуелсіздігін алды деген секілді сұраққа жауап берсек, сұрақтың жауабын тауып кетеміз. Кеттік. Бірінші жауап: Словак республикасы. Словакия ресми атауы Словак республикасы. Аумағы көріп тұрғандарыңызда 48.745 километр. Жалпы мемлекет орналасқан аумағы Еуропада, негізгі діни ұстанушы мемлекеті католиктер 70%-ға жуығы. Тәуелсіздік алған күні 1993 жылы Чехословакиялық федеративті республикасынан тәуелсіздік алды. Чехословакия бұрында екеуі бір мемлекет болған, астанасы Братислава. Демек 1993 жылы құрылған мемлекет ретінде қарастырамыз, сондықтан жауаптарын жасай берейік. В жауабы: Герман демократиялық республикасы, ГДР немесе. Орталық Еуропада 1949 жылдың 7 қазанынан 1990 жылдың 3 қазанына дейін болғанға қазіргі Германия шығысынан орналасқан мемлекет. Енді қараңыздар, 1949 сұрақ 1949 жылы. Демек, дұрыс жауапқа келіп тұрды. Ал енді неге екі Герман? Жалпы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияны екіге ыдырату деген шешім шығарылады. Енді ол уақытта Германия екі бөлікке бөлінеді, шығыс және батыс бөлігінде. Осы уақытта, яғни қарайтын болсаңыздар, бірінші 1949 жылы батыс бөлігінде ГДР болса, шығыс бөлігінде ГФР мемлекеті құрылады. Яғни одан кейін екеуі 1990 жылы Берлин қабырғасы жойылып, ортада қабырға Берлин қабырғасы аталды, шығыс пен батысын бөліп тұрған. Ол жойылып, кейін ГДР, яғни шығыс бөлігі батысымен қосылады да Германия федеративті республикасы мемлекеті құрылады. Қазіргі Германия. Түсінікті ғой, яғни не үшін? Себебі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі араға Берлин қабырғасы салынады, содан кейін екі мемлекет пайда болады. Демек, екінші жауапты белгілеп қоя берейік: Германия федеративті республикасы. Үшінші жауап бізде Болгария. Болгария республикасы, көріп тұрғандарыңызда, Еуропада орналасқан мемлекеттердің бірі, астанасы София қаласы. Жалпы 681 жылы құрылған, кезінде болгар тайпалары кезінде, бірақ тәуелсіздігін 1908 жылы Осман империясынан алады. Енді Осман империясы қазіргі Турция мемлекетінің бұрынғы негізгі бастапқы шығатын жері ғой. Жақсы, кеттік. Жауапты жасай берейік. 1908 деген әзірге керек емес. Одан кейін Поляк республикасы, Польша халық республикасы, ПХР 1944 жылдан бастап 1989 жылға дейін өмір сүрген орталық Еуропада біртұтас мемлекет, қазіргі демократиялық Польша республикасының алдындағы мемлекет. Демек, түсінікті, қай жылы? 1944 жылы. Астанасы Варшава қаласы. Одан кейін Хорватия республикасы. Хорватия республикасы қазіргі таңдағы Хорватия, жалпы астанасы Загреб қаласы, негізгі ресми тілі хорват тілі. 1991 жылы, яғни сол уақытта социалистік федеративті Югославия республикасынан бөлініп шығып, өзі бөлек Хорватия мемлекеті аталды 25 маусым. Демек, 1991 жылы тәуелсіздік алған мемлекет ретінде танылған. Демек, жауапты жасай береміз. Швейцария республикасы. Швейцария республикасы ресми атауы Швейцария конфедерациясы. Енді тарихын тоқталайық. 1291 жылы 1 тамызда құрылған, 1848 жылдан бері федеративті республика болып келген, 1499 жылы жарияланған тәуелсіздік күні, яғни 1648 жылы мойындалды. Яғни қасиетті Рим империясы мойындауымен. Неліктен Рим империясы? Көптеген мемлекеттерге тікелей Рим папаларының әсері өтіп отты. Императорларға болсын, корольдарға болсын, дәреженде осы Рим папалары беріп отырған болатын. Неліктен? Себебі діні сол христиан дін болғаннан кейін. Жақсы, жауапты жасай берейік.
Германия Федеративті Республикасы айттық негізі. Енді мына жерде құрылған жылы 1990 деп тұр. Неліктен? Ол себебі ана айтып кеттік қой 1940 яғни 46-тан бастап 49-дан бастап 1990 жылға екіге бөліп кетті, кейін 90-нан бастап бірікті деп. Астанасы Берлин қаласы, өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда вето бере алатын мемлекеттердің қатарында, яғни мемлекет бүкіл әлемдік беделге ие мемлекет. Одан кейін соңғысы Түркия Республикасы. Түркия Республикасы жерорта теңізі, яғни Азия мен Еуропаның қақ ортасында орналасқан мемлекет. Жалпы алғашқы Қазақстан тәуелсіздік мойындаған мемлекеттердің бірі. Тәуелсіздік күні 1923 жылы 29 қазанда, яғни тәуелсіздігін алды. Ататүріктің беделімен, білетіндеріңіздей. Жалпы астанасы Анкара, мемлекеттік тілі, ресми тілі түрік тілі. Ірі қалалары Истанбул, Измир, Адана деген секілді қалаларды жатқызамыз. Демек, сұрақтың тікелей жауабына тоқталайық. 1949 жылы Еуропада құрылған мемлекеттер, ол бізде екі Герман мемлекеті, Герман Демократиялық Республикасы және Герман Федеративті Республикасы. Неліктен? Себебі мына ортада Берлин қақпасы салынған, Берлин қабырғасы салынғаннан кейін мемлекет идеологияны тоқсату мақсатындағы, яғни бүкіл әлемді жаулау деген. Жалпы осы негізгі білу керек дүниелер.